Бүгін Алматыда өтіп жатқан 28-ші дүниежүзілік қысқы универсиада өз мәресіне жетеді. Сөйтіп, 11 күнге жалғасқан байрақты шара тың параққа теріліп, тарих қойнауына бойлайды. Жасырып жабатын жоқ, әу баста ойындар артық шығын деп секемденгендер болды. Жоғары деңгейде өткізе аламыз ба деп күдік білдіргендер де табылды. Бірақ талап алып, талпыныс жасаған қазақ елі бұл байрақты шараны да әдеттегідей дос сүйініп, дұшпан күйінетіндей етіп өткізді. Оны телетрансляция арқылы бақылап отырған 1 миллиард халық та, ойынға келген спортшылар да, қала берді Халықаралық студенттік спорт федерациясының президенті бір ауыздан мойындап отыр. Олег Матыциннің отандық телеарналардың біріне берген сұхбатынан үзінді. Өте жоғары деңгейде ұйымдастырылған бұл спорттық додаға бұдан бұрынғы универсиадаларға қарағанда шығын аз кетті, ал инвестициялар көлемі керісінше артылды. Осы жайтқа ерекше назар аудартқым келеді. Спорт додасына қатысушылар өз елдерінің елшілеріне айналып, оларды бүгін қабылдап, достастық пен өзара түсіністік ортасын сыйлап отырған тамаша ел мен көрікті қала туралы өз әсерлерімен басқалармен бөліседі деген ойдамын. Ақ ойындарға 57 елдің 2000-ға тарта спортшысы келді. 578 университеттің үмітін арқалаған кіл мықты өзара кім мықтыны анықтады. Еңіске салса, төске озатын біздің саңлақтар 36 медальді олжалады. Соның 11 алтын. Жалпы есепте теріскейлік көшіміз Ресейден кейінгі күміс тұғырға табан тіреді.